Сау саламат тұрдыңыздар ма, қадірменді тыңдармандар. Жақсы сөз, жарым ырыс. Сөзді амал айласыз, турадан тура айту, өзгені де, өзіңді де мерт қылады. Жақсы сөз, жарым ырыс дейтініміз сондықтан. Түзу ниетті болу төтенше қажетті. Бірақ төтесінен айту онша орынды емес. Өйткені орынсыз айтылған тік сөз қарсыласқандай сезіледі. Керанау теріске шығару сынды мұндай тілдік нысай біреудің қитығына тиеді. Не біреуді шытырман күдіктермен шырмай еңсесін езе түседі. Ал орынды айтылған сыпайы сөз белсенді емеурін танытады. Керанау емеурін білдіруден сақтандырып отырады. Мәселен, шипагер ауру адамдарды тексеріп жатып, сырқаты недәуір салмақты дер кезінде келіп емделмеген науқасқа төтесінен былай дейді: тым жүдеусіз ғой, сұрқыңыз не деген жаман, сырқатыңыздың қаншалық салмақты екенін білесіз бе? Ойбой, сізге не болған? Неге ертерек келіп емделмегенсіз? Мұндай сөздерде қамтылған керанау әсерлері ауру адамды қандай ойға салады? Шипагер жөнінде бұл аурудан айықтыру ма, әлде ауру адамды жарға жығу ма? Ал мұның керісінше шипагер дер кезінде келіп тексерілгеніңіз көрін болған екен. Енді дәріні уағында ішіп, көбірек дем алып, идеялық бұқшаны лақтырып тастаңыз. Тез арада сауығып кететініңізге сеніңіз. Десе, онда бұл сөз ауру адамға қаншалық демеу болар еді. Тағы да мысал алсақ, бір келіншек алған киімінің күйеуіне көрсеткенде, күйеуі бұл киім оған оншалық жараспағанын сезеді. Күйеуінің әйелінің көңіліне қарамай төтесінен: мәссаған, осы эстетикадан хабарың бар ма? 40-қа келген қырқылжың кезіңде қыздар киетін киімді киіп алып көзіме албастыдай көріндің ғой, деп төте айтқан тұрпайы кемістіктен сөз оның көңіліне қаяу салмай қоймайды. Ал күйеуі келіншегінің көңілін аулап жарасып тұр, бірақ тым өңі ашық екен, әсілі қызыңа жарасатын сияқты деген емеурін білдірсе, онда оның келіншегінің жайраңдап кетер еді ғой. Досыңыздың үйіне қыдырып барғаныңда үй иесі жеміс жидектерін, ұсақ-түйек нәрселерін алдыңа қойып, сені жігі жапа күтіп жатқанда, сен төтесінен: болды енді, жемеймін, ұсақ-түйек тағамдарға ежелден зауқым жоқ еді. Әлгінде ғана тамақ ішіп алған ем, қарным тойып тұр, енді қай жеріме жеймін десең, онда үй иесінің меселін жығумен ғана тынбай, оның үстіне оның ар-намысын аяққа басқан боласың. Сондықтан сен үй иесінің қызы-онтасы мен ізгі ниетін қадірлей отырып, сыпайы бейнемен былай дегенің жөн: рахмет, рахмет, неткен тамаша жеміс-жидектер еді. Иісі аңқып тұр ғой. Қап, тамақ ішпей келсем болған екен, тәбетім тартпай тұр. Қысқасы, сыпайы сөйлеу, білу бір түрлі тактика ғана емес. Оның үстіне сөз өнерінің де бір түрі болып табылады. Сыпайы айтылған сөздің ішінде амал-айланың қажетті шарты да, жылпостықтың бейнесі де қамтылып жатады. Заманымыздағы адамдар үшін осындай өркениетті таным, адамдар аралық қарым-қатынасқа тиімді тілдік бейнелеу тәсілі болып табылады. Қымбатты тыңдармандар, бүгінгі біздің
жақсы сөз, жарым ырыс атты әңгімеміз, шындығымыз осымен аяқталды. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға алғысым шексіз. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.